12 жасқа толған балаларға арналған. Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен, эфирде дін және дәстүр хабары. Бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы ата-ананың қадірі. Ал тақырыпты тарқатып беретін мейманымыз Ақтөбе облыстық орталық Нұрғасыр мешітінің азаншысы, қызметкері Жарасхан Әбдісаламов. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Жарасхан мырза, жалпы күллі мұсылман жұрт үшін ең қасиетті кітап, ең негізгі исламның ақпараттарын алатын орын ол әрине қасиетті Құран кәрім. Осы Құранда ата-ананың қадірі туралы жалпы не айтылған? Әңгімемізді осыдан бастасақ. Бисмиллахиррахманиррахим. Жалпы енді ата-ананың қадірін әрбір пенде өзінің ішкі мағлұматымен, ішкі іліммен ғана түсініп атады. Алайда Құранның бізге берген мағлұматы ол қасиетті әлі қадір болып келеді. Мәселен, мына Исра сүресінің 23-24 аяттарында Алла Тағала айтады: олардың бірі немесе екеуі қартайған шағында сіздердің қолдарыңызда болған кезде дейді. Оларға тух деп жекімеңіздер. Және келесі аятында айтады: қалайша мені сәби күнімде қалай бағып өсірген болса, сен де оны рахметіңе ал деп маған дұға қыл деп жатыр. Құранда осы аятты айтумен адамзат баласының назарын сәби кезіне аудартып жатыр. Демек, ата-ананың қадірі сонау сәбилік дәуірден басталатындығын Құран ишарат етіп жатыр. Яғни мені қалай кішкентай кезімде бағып өсірген болса дейді. Енді ата-ананың қадірін осыдан бастап Құран бізге есептеп береді. Мәселен, біз өмірге келген кезде, енді қазақта да күшті керемет сөз бар: 9 ай 9-ын құрсағында көтерді, кейін кеудесінде алды, аяққа түсем дегенше арқасында көтерді, кейін жүрегінде жүрміз деген сияқты. Енді Құранда осы бір ата-ананың қадірін, әсіресе ананың қадірін былай деп бағалайды: дүниеде теңдесі жоқ бір рызықты сізге берген дейді. Бұл ананың сүті. Және тегін берген. Біз кез келген сүтті басқалардан тегін ала алмаймыз негізі. Тегін ала алмаймыз. Осыдан бастау болады. Және бергенде де жандай міндетсіз емес, еміреніп дейді ғой, мейіріммен берді дейді. Міне баланың, сәбидің осы кезінен бастауы жатыр. Және де біз мына кіші ұлы дәретке бүлініп жатқан сәтімізде шеркенбестен шуған сол да біздің анамыз екен. Енді бұлай қоғамдық өмірде кез келген дәретхана болса ақша сұрайды ғой. Енді қадір деген нәрсені осыдан білуге болады енді. Және ол қызметін еш уақытта бір ақы талап етпеген дейді. Одан қалды сізге еңбектеуді, басқа да сөйлеуді үйреткен ең бірінші ұлы ұстазымыз сол анамыз екен. Енді біз бір жүргізушілік құжатты алу үшін де біреуден үйренеміз, және ақысын береміз. Бірақ бізге не үйретсе де оның қарындасын, оның ақысын сұрамаған ол тек қана біздің ата-анамыз екен. Және үйреткенде де бір жалықпастан. Біз бір мұғалімдер бір жаңадай жүргізуші құжатын алу үшін олар айтады ғой: кереңе керек болса оқы, керек емес болса маған да керек емес дейді ғой. Бірақ ата-ана олай емес екен. Бұл сізге керек балам дейді. Және сол қызметін міндетсінбестен, жалықпастан жалғастырады дейді. Міне осы бала күннен ата-ананың қадірін Құран біздің назарымызға ұсынады. Ол өсіп кеткеннен кейін де қадірі сол балалықпен қалды демейді. Кейін сіз бір жетістікке жетсеңіз, ата-анаңыздың жетістігі баланың жетістігі одан жоғары болып кетеді ата-ана үшін. Тіпті өзінің жеткен жетістігіне ол олай қуанбайды. Және де тек қана жетістік емес, сіздің кейбір пенделікпен жасаған қателіктеріңізді де толық кешіре алатын тағы да сол біздің ата-анамыз екен. Мәселен, бізді адам қатарына қосып, қатарымыздан кем қылмай өсіруі, бұны негізі ешбір ата-ана міндетсінбейді. Біз бір-бірімізге кей кезде көмектесек, кезінде сен адам болған мен ғой,
мен кішкене бір көмек беріп жіберер едім деп соны әңгіме қыламыз. Кішкене ғана бір қызметін. Бірақ ата ана еш уақытта қызметін тауалап, бізге пұлдап, мен сені адам қатарына қостым демейді екен. Тіпті қателікті де кешіре береді екен. Бірнеше рет қателессең де кешіре береді. Демек, ата ана бізге несімен қадірлі деген кезде, сонау біздің ең қиын қыстау кезеңде әлі жүрмейміз, сөйлей білмейміз, өмірге барлығын үйреткен және ешқандай бізден ақ-талап етпеген. Тіпті сіздің жетістіктеріңізге де қонатын сол ата ана екен. Осының бәрін білген, қадірін түсінген пенде енді ата анадан сұрайды. Осы еңбектерің үшін сіздерге не берейін? Бір жерге барып демалып қайтасыздар ма, болмаса Мекке Медине апарып келейін ба? Бірақ ата ананың айтатын бір-ақ сөзі бар. Жоқ балам, аман бол дейді. Осы бір-ақ сөзі. Тағы да ештеңе сұрап жатқан жоқ та. Демек, әуелі ата ананың қадірін бағалаудан бұрын осындай қадірін білгендігін білу керектігін Құран біздің назарымызға ұсынады екен. Және сол қадірін білгеннен кейін соның ақысын біз бере алмайды екенбіз. Құран аятында жалғастырып жатыр. Кішкентай кезінде қалай маған мейірімділік қылған болса, сен де оған мейірімділік бер деп біз Алладан сұрайды екенбіз оларға. Сондықтан бұл екі аятта адамның, әсіресе ата анамыздың баға жетпес бір құнды бір қызметі, құнды бір құқығы дейміз, құнды бір қадірі осы аятта бізге түсіндіріп беріп жатыр. Адамның өмірі. Түсінікті. Жаңа 9 ай 9 күн көтерген деп, ана сүтін берген деп көбіне осы аналардың қадірін айтып жатады. Осы әке жайлы Құран аяттарында бірдеңе айтылған ба? Жалпы ислам дінінде әкенің баланың өміріндегі рөлі туралы не айтылған? Осыған да бір тоқталып өтіңізші. Әрине, әке ол асқар тау. Құран оны еш уақытта өзінің назарынан алып болмайды. Пайғамбарымыздың бір хадисінде әкенің балаға деген ең асыл мұрасы бар екен. Ол ислами тәрбие дейді. Бірде 4 халифаның бірі Хазіреті Омар радиаллаху анға бір кісі келіп айтады. Ей мүминдердің әміршісі, мына менің балам, менің айтқанымды тыңдамайды дейді. Ол аздай маған қарсы шығады дейді. Осы бір екі сөз, негізі екі үлкен мектеп екен. Жалпы баланы тыңдата білуде бір үлкен бір қасиет екен. Яғни өзіңді бала тыңдайтындай тәрбиелеуіңіз әкенің міндеті. Мен қайтсем мен баламды тыңдата аламын. Бұл үлкен бір мектеп болса, ал енді қарсы шыққан балаға тағы да оған жауап қайтару, ол екінші бір үлкен мектеп екен. Сол кезде Хазіреті Омар радиаллаху анху тұрып әлгі балаға айтады. Ей балақай, біздің дінімізде ата анаға қарсы шығу, тілін алмау үлкен күнә екенін білмейсің ба дейді. Сонда әлгі бала айтады. Сіз шариғаттағы баланың ақысын айтып тұрсыз дейді. Әкенің алдындағы. Алайда әкенің ақысы бар ма? Баланың алдында дейді. Сол кезде Хазіреті Омар радиаллаху анху айтады. Әрине, әкенің де ақысы бар дейді. Ең бірінші ақысы сіздей бір перзентке жақсы бір ана таңдау дейді. Екіншісі, сіз өмірге келген сәтіңізде құлағыңызға азан айтып жақсы бір есім таңдау. Үшіншісі, мына Алланың кәламы Құранды үйрету. Және Алланы танытатын ілімдерді үйрету деген кезде әлгі бала айтады. Әкем осының бір дәуірін жасаған жоқ маған дейді. Мен анамның тегін білмеймін дейді. Былайша айтқанда нағашыларын білмеймін дейді. Менің әкем құл базарынан сатып алған дейді. Енді осы жерден әрбір жігіт жар таңдаудағы мәселесі де болады. Бірақ енді бұл оқиғада ең бірінші балаға қатысты айтып отыр енді. Екіншіден, менің есімімді Жуал дейді, енді қазақша мағынасы қоңыз деген бір мағынаға келетін есім қойды дейді. Алланың кәламынан ештеңе үйретпеді. Алланы танытатын ілімдерді үйретпеді дейді. Сол кезде Хазіреті Омар радиаллаху анху әлгі кісіге қарап тұрып, ең бірінші балаға қиянат жасаған өзің екенсің дейді. Демек, дініміздегі әкенің құндылығы, әкенің рөлі дейміз, балаға жақсы ислами тәрбие беру. Ал ислами тәрбие беру үшін ең алдымен әуел өзі исламмен сусындану керек.
Түсінікті. Кейде кішкене балалардан әкеңнің баласысың ба, анаңның баласысың ба деген сауалды қойып жатады ғой, күлдіру үшін, баланы сөйлету үшін. Дегенмен осы қарапайым сауалдың ар жағынан бір діни түсініктерді де білгіміз келеді. Жалпы исламда әке мен ананың рөлі бірдей ме, әлде бірі балаға жақынырақ бола ма, әлде қайда? Жалпы айтады ғой, мына тек қана ана баланы тәрбиелесе, ол жаңағы нәзік бала болып өседі дейді. Ал енді тек қана әке тәрбиелесе, онда қатаң болады дейді. Ал екеуі қосылса, онда ақиқатшыл бір адам шығады дейді. Бұны қоғам болып, мемлекет болып, бала тәрбиесін қолға алу мақсатында кезінде біздің ата бабамыз молдаға жүгінген. Молдаке, мына баланың еті сенікі, сүйегі менікі дейді. Сонда мына еті дегенде, мына адамның бойында жұдырықтай бір ет бар екен. Хадисте келеді. Егер де ол бұзылса, барлық дене бұзылады дейді. Бұл біздің санамызда, көзқарасымызда бұзылады екен. Осы еті сенікі деген ғой, осыны дұрыстап бер. Менің баламды отан сүйгіштікке, халқын құрметтеуге, заңдарын дәріптеуге, ұлан байтақ жерімізге еңбегі сіңетіндей, елін қорғайтындай қылып маған тәрбиелеп бер дейді. Ал енді өмірден өтіп кетіп жатса, айтасың, сүйегі менікі деп дейді. Енді осы бір молданың тәрбиесі біздің тарихымызда айқын көрінеді. Кез келген зиялы қауымның өмір тарихына қарасақ, барлығы молдадан, тәрбиеден басталған екен. Демек, тәрбиені негізі әйел емес, ер адам бастау керек екен тәрбиені. Мына әрине екеуінің айырмашылығы бар. Мына бала атқа отырған кезде шамалы әкесі, балам жібер аттың басын қамшыла дейді ғой енді. Сондай бір мотивация берсе, керісінше анасы, балам тақымыңды қыс, саған аман келгені жақсы дейді. Енді әкеге бірінші орында келгені маңызды болса, анаға аман келгені маңызды болады. Екеуі екі түрлі тәрбие. Әрине екеуін біріктіру арқылы ақиқатшыл, шыншыл бір ұрпақ тәрбиелеуге болады. Яғни бөліп ажырата алмаймыз. Бір-бірін қуаттайды екі тәрбие. Түсінікті. Енді жалпы қазіргі қоғамда осы ата-ана қадіріне қатысты әңгіме қозғалғанда қозғалатын негізгі тақырыптың бірі қарттар үйі. Кеше Көкшетауда өткен ұлттық құрылтайда да осы депутаттар қарттар үйі елімізде көбейіп бара жатқан, тілге тиек етіп жатыр. Жалпы қарттар үйінің болуы бұл қоғамдағы дерт екенін және діннің бұған қандай көзқараста екенін, ата-ананың қартайған шағында бақпай, қарамай қоюға қатысты діннің не дейтінін айтып өтіңізші. Енді жалпы ата-анасының разылығын алмай, оны қарттар үйіне тапсыру, оны ренжіту, ол енді пайғамбарымыз хадистерінде айтады ғой, тозақпен сүйіншілеңдер деп. Сондықтан ол біздің еліміз үшін үлкен қасірет. Негізі отан отбасынан басталады дейді. Біз үйдегі ата-анамызды қадірлемесек, олардың дұғасының арқасында жүргенімізді білмесек, олардың сол тілеуінің арқасында біз белгілі бір жетістіктерге, небір асулардан асқандарымызды, бағындырған белестерімізді солардың дұғасы деп білмесек, ол аздай оны қарттар үйіне тапсырсақ, онда бәлені күте беруге болады. Бұл шариғи тұрда қатаң тыйым салынған. Яғни ата-анаға тух деп айтпаңыз дейді. Манағы айтып кеткен аятымызда осыны айтады. Кез келген бір мұғалімге бірдеңе үйретіп отқан кезде, оқушы болып сіз шаршап кетсеңіз, тух, апай қойыңызшы, ағай қойыңызшы десеңіз, оны көтере алады олар. Бірақ ата-анаңызға солай деп айтпа деп тұрды. Солай деп айтып көрсеңіз, жаңағыдай тух деп жаңағы мұғалімдерге. Мұғалімдердің еш уақытта баса ұрмайды оған. Яғни маған керек пе осы дейді. Бірақ енді ата-анаңызға тух деп айтуға болмайды деп Құран тыйым салып жатыр бұл жерде. Тікелей. Сондықтан қарттар үйі мен тух деудің екеуінің айырмашылығы меніңше жер мен көктей. Түсінікті. Қазіргі таңда енді ата-анам маған мынадай жақсылықтар жасаған жоқ, мен неге оған қарауым керек деген секілді бір түсінікте жүрген балдар бар. Көбіне атеистік көзқарастағы бауырларымыздың осындай сөздерді айтып жататын білеміз. Тіпті кейде 18 жасқа толғаннан кейін мен анамнан бөлек тұрам, әкемнен бөлек тұрам, болды, мен жеке тұлғамын деген секілді басқа қалаға кетем, басқа елге кетем. Енді мен сіздерге қатысым жоқ деген секілді жайттарды да кейде естіп жатамыз. Бұл дұрыс па? Ұрыс па? Жалпы
адамзат баласының санасында Құран осындай уағыз насихатын айтса, екіншіден Алла тағала біздің мына жаратылысымызға да қойған. Тек қана Құранда емес, біздің жаратылысымызда адамдық болмысымыз деп айтамыз. Сол адамдық болмысымызда ата-анамызды құрметтеу бар. Қарапайым кішкене бір досыңыздың бір сіз мұқтаж сәтіңізде берген қол үшін өмір ұмытпайсыз. Мен бұл досыма қарыздармын, қиын қыстау кезеңде маған қол үшін берді дейсіз. Алайда ата-анаңыздың қызметі одан да жоғары. Бірақ сөйте тұра олардың маған қызметі сіңген жоқ деп айтатын перзент, ол демек адамгершілік бұзылған, былайша айтқанда жаратылысы бұзылған сөздерден бұзылған сөздер шығады. Бұны солай деп пайымдау керек. Яғни бүткіл жері жаңағы жүрегі бұзық, ішіндегі жаңағы не дейміз, керек емес мағлұматтарға толы. Енді ондай адамдан ондай сөз шығады әрине. Жаратылысы бұзылса, көзқарасы бұзылса, сөзі де бұзылады, және оны бір абыроймен де айту мүмкін. Ол негізі абыройға жатпайды, әке мен сені бақпаймын, мен бөлек кетемін деп. Бұл жаратылысы бұзылған адамдардың сөздері. Түсінікті. Енді қазақ қоғамындағы бір мәселе деріміз бекен, әлде бір үрдістеріміз бекен, баланы кішкентай кезінде ата-әжесінің тәрбиесіне беріп жататын отбасылар бар. Кейінірек есейе келе, атасы мен әжесі бақиға аттанған кезде, әлгі балалардың ата-әженің ауылда ержеткен бауырларымыздың өзінің туған әке-шешесіне әке, ана деп айтылмай жатқан кейде аңғарамыз. Тіпті есіммен атап, оларға сондай қарым-қатынас жасайтын кісілер де бар. Қанша жерден түсіндіріп көрсеңіз де, мен оларды әке, ана деп айталмаймын, үйреніп кеткенін есіммен атап деп жатады. Жалпы осы үрдіске қатысты ойыңыз қандай? Жалпы енді бұл жерде ата-әжесі де діни түсінік берсе, діни мағлұмат берсе, оның ешқандай бір әбестігі жоқ. Әрине біздің дәстүрімізде ата-ана өзіміздің туған әке-шешеміздің есімін айту біздің дәстүріміз бойынша кішкене бір әдепсіз болып есептеледі. Яғни мен әкемді атын айтсам, кез келген қазақ айтады, ол сенің әкең емес пе, анаң емес пе дейді. Сол кезде мен жаңа шалдың қолында тәрбиелендім, мені кемпір тәрбиеледі деп шығатамыз ғой. Енді бұл жаңағы берілген тәрбиенің нәтижесі деуге болады. Шынымен де ол ата-әже немерені өлгенше бағасын дейді ғой, сол өлем дегенше шынайы шын жүрекпен бағып кеткеннің нәтижесі десек те болады, соған тәрбиесі сіңіп кетті десек те болады. Енді білмеймін, кейбір ата-әжелер ондайға рұқсат бермеу керек, бұл сенің кәдімгі биологический әкең, анаң, оны құрметтеу керексің деп жеке меншік деп алатындай, енді ол да дұрыс емес бір жағынан. Енді әке ол әке болып қалу керек қой баланың назарында. Оны атасы айту керек, сенің әкең осы деп. Екінші жағынан әкелер де соған бір ыңғай береді. Мен балам бағайын десем, жұмыстан қолым демейді, ата сен бақшы дейді. Бұған әкесінің есімінің аталуында бір жағынан әкенің өзі де кінәлі. Өмірі бала шағасымен бір отырып шүйіркелесіп әңгіме айтпайды. Балам деген бір жақсы мәміле құрмайды. Сол атасының әжесін беріп тастаған, дым тәрбиесіне қарамайды. Неге десем қол демейді дейді. Шаруаның адамымыз дейді. Бұған бір жағынан әкенің де өзінің бір кінәлі болуы мүмкін. Түсінікті. Жас бала есейе келе өзінің қандай да бір жағдайларға қатысты жеке пікірі пайда бола бастайды. Әсіресе дәл қазіргі уақытта ата-анасы кеңестік кезеңде өмір сүрген көптеген бауырларымыз ата-анасымен діни мәселелерге келген кезде пікір қайшылығы туындап қалып жатқанын байқаймыз. Мәселен, кейбір бауырларымыз намазға келгісі келеді, намаз оқығысы келеді, мешітке барып тұрғысы келеді. Мұндай кезде ата-аналарының қарсылық танытатынын байқаймыз. Енді ислами түсінік бойынша ата-анаға жаңа өзіңіз айтқандай түф деуге де болмайды дегенмен, пікірің келіспей тұрса, немесе ата-анаңның айтқан сөзіне іштей келіспей тұрсаң, олардың кейбір сізге қоятын шектеулері сіздің діни сеніміңізге қайшы келіп тұрса, баланың әрекеті қандай болу керек? Яғни өгізді де өлтірмей, арбаны да сындырмай деген секілді діни құлшылығыңды да орындап, парызыңды ата-ананың да көңілін жықпай. Енді коммунистік дәуірде өмір сүрген ата-ана, енді сол құдайсыздық бір тәрбиеленген кісі болғандықтан, оларды ең алдымен бала түсіну керек. Мына қазақта да бір сөз бар ғой, жұмыртқа тауыққа ақыл айтпайды деген сияқты. Адам өзінің бір жұмыртқа екенін білу керек те ата-анасының алдында. Манағы
біз дін дәстүрден бөлек ата анамыздың біз өмірге келгендегі қызметін бізге Құран назарға ұсынумен сол жағынан бағалап, жақсы бір мәміле құру перзенттің міндеті. Яғни әкешім, әкетайым, мына көптеген пайғамбарлардың, кейбір пайғамбарлардың әкелері дінсіз болды. Солардың бізге үйреткен өнегелі ғибратқа толы оқиғалары бар. Ибраһим алейхиссаламның әкешім, әкетайым, бұл жансыз нәрселер, бұлар құдай емес, бұлар табынуға келмейді деген көптеген аяттары бар. Осы пайғамбарларды ала отырып, олармен мәселен мындай да бар да бізде. Мен 5 уақыт намаз оқимын деп өзінің әке-шешесінен жоғары қояды. Осындай бір де түсінік табылады. Мен иманға келдім. Мен намазым бар, оразым бар, әкемде, шешемде ондай жоқ деп Құдайдың алдында өзін жоғары санау. Бұл да қате пікір. Бұл да қате пікір. Алла сол намазсыз, оразасыз әке-шешенің белінен жаратты ғой бізді. Біз қай жағынан болса да оған қарызбыз. Ол әке-шешеміз атеист болса да біз қарыздамыз. Құран бізге осыны айтады. Бізге Құранда әке-шешең Құдайға бойынсынбаса, оны тәрк ет, бағусыз қалдыр деген ешқандай бір ислам ғұламаның түсінігінде жоқ ондай деген. Тіпті оны қадірлемей-ақ қой, оның сөзіне құлақ аспай-ақ жоқ. Тіпті кейбір фиқ ғұламалар айтады, мына әкең христиан болса, қатты өтініп жатса, шіркеуге де апарып келуге болатындығын айтады. Тіпті сіз бір нәпіл намаз оқып отырсаңыз, анаңыз сіз шақырса, нәпіл намаз парыз емес. Сол кезде намазыңызды бұзып баруға болады. Біздің дініміз қандай жағдайда болса да, тек күнәға итермелеген жағдайда да қарсылық білдірмейсіз. Әкешім, анашым, бұл діни тұрғыда Алланың тыйым салған нәрсесі, бұны орындасам шаңырағымызға, я жеке басымызға бәле келеді. Осындай жақсы мәмілемен ғана қарым-қатынаста болу керек. Сондықтан ондай коммунистік дәуірдегі пікірге қайшы келетін ата-анаға болымды әрекет дейміз ғой. Жақсы көңілінен табатын сөздер айтып, әкешім, анашым деп пайғамбардан үйреткен уағыз насихаттармен жақсы мәміле құруымыз керек. Сындырып тастап жаңағыдай жолдармен ондай дінімізде жоқ енді. Кесіп тастап сен атеист болдың, ондай бізде дінде ондай тәрбие бермейді. Түсінікті. Енді кез келген маңызды шешімді қабылдар алдында, өміріңе, тағдырыңа әсер ететін шешімді қабылдар алдында ата-ананың разылығы қажет, рұқсаты қажет дегенде естіп жатамыз. Көбіне некелесуге қатысты айтып жатады. Осы кейбір жастарымыздың дінге бет бұруы, намазға келуі кезінде ата-ананың рұқсаты берілмей жататынын байқаймыз. Бір жағынан намаз парыз деп айтылады дінімізде, бір жағынан ата-ананың разылығы бар. Осындай кезде адамның шешімі қандай болу керек? Ата-ананың разылығын алмай намазын бастап кетуге бола ма, әлде бірінші ата-ананың разылығы ма? Осы бір күрделі мәселенің шешімі қандай боларын айтсаңыз. Бұны біз мешітте жүрген кезде 2 күннің бірінде қойылатын сұрақтың бірі осы. Мен намаз оқиын десем, әке-шешем қарсы дейді. Мен де оқымайын десем, парыз дейді. Мен айтам, жақсы. Сіз әрбір істеген амалыңызды әке-шешеңнен сұрайсыз ба? Мысалға, бала темекі тартайын жатыр. Әке-шешесін сұрамайды ғой. Басқа нәрсе жасайын деп әке-шешесін сұрамайды. Бірақ неге намазға келгенде сұрайсың сен әке-шешеңнен? Сондай бір түсінік бар да. Жасым 22 дейді жақында біреу айтады. Намаз оқиын десем, әке-шешем қарсы дейді. Ал әке-шешеге қарсы келу дінімізде күнә ғой дейді. Жақсы, мен айтып отырмын, дұрыс. Енді намаз оқиын десем, әке-шешем қарсы дейді. Мен одан сұрадым, сіз әрбір іс-әрекетіңізді әке-шешең рұқсатымен орындайсың ба деймін да. Оқуға түскен кезде де мамандықты өзің таңдадың ба, әлде әке-шешеңмен бірге таңдайсың ба? Пенделікпен істеген темекі тарту сияқты әдеттер болады. Сол әке-шешеңнен рұқсат сұрадың ба десем, жоқ дейді. Неге сіз онда намазға келгенде әке-шешеңнен сұрап қоясыз? Бұл жерде әке-шешеден намазға келген кезде рұқсат сұрау қажет емес деген сөз, олардың түсініктері мен үшін бестейін деген сөз емес, намаз оқитын адам үшін. Әрине, біз айтамыз, уақыт ішінде Алла өзі бір жол ашып береді, көрсетеді. Ол намаздан ешкім зиян шекпейді, ол тарих куә болған. Бірақ адам наркоман баласына да көніп жатқан ата-ана бар ғой. Баламыз осындай болды, енді қайтеміз дейді. Кейбіреудің балалары тар қапастап отыр, мысалға, тар жерде. Оған айтсаңыз,
енді осындай болды, балалықпен қателік кетті дейді. Яғни көніп отыр оның қателігіне. Біз айтамыз, оқыңыз намазды. Ата-ана көнеді. Бірақ сіз дұрыс оқыңыз намазды. Біреуді кінәлап, әкешім сен намазың жоқ, анашым сен намазың жоқ, ондай жоқ. Оқы. Яғни сіздің көкірегіңізде ең бірінші бұны ата-ана емес, адамның ішкі дүниесі шешеді. Бір мешітімізде ақырам болып жасайтын бір жігіт бар. Содан сұрағанбыз. Өзі менің ауылдасым. Бізден бір 3 жас несі бар, үлкендігі бар. Әрмия құрғанда намаз оқыдыңыз ба дегенбіз. Оқыдым дейді. Қарсы болған жоқ па ешкімізден? Жоқ, қарсы болды дейді. Ұрды дейді намазда тұрған кезде. Жаңағы әке-шешең қарсы, әрмия қарсы деген сұрақ қойды. Енді қалай оқыдың десем, бұл өзіңе байланысты дейді. Егер де сен Құдайға берілген бір пенде болсаңыз, намазды жақсы көріп тұрсаңыз, онда оқисыз. Ал ішіңізде намазға деген құлшыныс жоқ, намазды жақсы көрмейсіз, онда кез келген сылтау жеткілікті. Сонда әлгі дет деп айтады ғой енді аталар бұрынғы. Сол келіп мені намазда тұрғанда ұрды, қабырғамнан шамалы бір емес бірнеше рет ұрды дейді. Үшіншінде мен айттым дейді. Сіздер мен намазда тұрғанда ұрмаңдар. Мен намазда тұрғанда я қашып кете алмаймын сіздерден, я қорғана алмаймын. Мен Аллаға құлшылық қылып жатқан адаммын. Намаздан кейін ұрыңдар дедім дейді. Сосын намазға болады мен ұрмаңдар дедім дейді. Полыңыз жумасам, жаңағы тағы бірдеңені істемесем ұра беріңіз енді. Бірақ намазға да ұра берсеңіз мен Аллаға тапсырамын. Алла білмеймін қалай сізбен мәміледе болады. Бәлкім маған намаз сатады, или сізге ұруды қойдыртады. Сонда жаңағы жоғары бізден бұрын бағана армияда айтты дейді. Қарғайсың ба мен деп. Қорқып кетті дейді жаңағыдай. Айттым жоқ, қарғамаймын мен. Мен намаз ол Алла екеуміздің арамыздағы мәселе. Бұған ешкім араласа алмайды. Мен оқимын болды. Енді осы жолда өл десең, ата-бабамыз намаз үшін кетті ғой енді. Тарих куә болған. Онда кетем дедім дейді. Мен намаз оқимын дедім дейді. Содан былай енді өзімнің жалқаулығымнан таң намазына ұйықтап қалған болмаса, бірақ армияда жүргенде 5 уақыт намазды еш уақытта қаза қылған жоқпын дейді. Кейін олар менің осындай әрекетімді көріп, шынайы Құдайға берілгендігімді көріп, тақуалығымды көріп, мойындады дейді. Сен шынымен намаз оқитын адам екенсің. Небір намаз оқитын адамдар келді, 1-2 удардан кейін намазын тастап кетті. Сен намаз үшін қаншама соққыға төтеп бердің. Біз сізді бұл жара алмаймыз енді. Сен Құдайдың адамысың деп, оразаларды ауыз ашар дайындап, сәресін дайындап берді дейді. Сондықтан адамның ішкі дүниесі шешеді бұндай мәселені. Бірақ қырсықтықпен шешілмейді. Сіз жан дүниеңізді намазды жақсы көріп тұрсаңыз, намаздың уақыты өтіп баратқан кезде өзіңізді жайсыз сезінсеңіз, ойбай намазым кетіп баратыр деп өзіңізді ыңғайсыз сезінсеңіз, Алла мүмкіндік береді. Оқи салам ғой. Жахилдар көп, намаз оқымайтындар көп деген сана болатын болса, ол намаз дұрыс емес енді алды. Сондықтан намазды Құдай үшін шынайы ықыласпен оқыған адам ол жеңіске жетеді әрдайым. Түсінікті. Енді ата-ананың алдындағы баланың негізгі міндеттерін атай өтіңізші. Әрине құрмет көрсету керек, олардың разылығын алу керек деген секілді, бірақ бала міндетті түрде істеу керек дейтін заттар бар ма? Міндетті түрде істеу керек, әрдайым ата-ананың көңілін сұрап отыру керек та. Оларға басқа ештеңе керек емес. Сіздің ақшаңыз, дүнияңыз ештеңе керек емес. Анашым, әкешім, жағдайларыңыз қалай десеңіз, сізге олар айтады, өзің қалайсың дейді. Болды. Біз аманбыз ғой, болды дейді, жасарым жасады дейді. Яғни осы бір көңіл ғой негізі. Осы көңілді, ата-ананың көңілін табу дейміз. Тіптен мұнда қазақта әке-шешең жынды болса байлап бақ деген мәселе бар. Олардың, енді Құдай сақтасын, естері ауысып кеткен жағдайдың өзінде де біз оны еш уақытта тастамауымыз керекпіз. Яғни ойнан, енді есі ауысқан адамның ойнан шығу қиын ғой әрине. Бірақ соның өзінде тастамай деп жатады. Ата-анамыздың есі дұрыс болатын болса, біз кішкене ғана шүйіркелесіп отырып, анашым өйстіп жатырмын, анашым бүйтіп жатырмын, немереңді бір үйгізіп кетуге келдім, үйге келіңіз. Былайша айтқан кезде былай ғой енді, қараңызшы өзіңіз, жұмақтың кілті да біз 6 ағайындымыз.
бір ағамның, бір інімнің үйінде көп жатып қалса, мен қызғануым керекпін ғой енді. Жұмақтың кілті ғой ол деген. Бұл қызғаныштың ешқандай айыбы жоқ. Біз таласуымыз керекпіз оған. Сосын қызғаныштан айтасың, неге біздің үйге келмей кеттің? Яғни енді қалай деп айтамыз? Бір бизнес көзі бар, соңында жүресіз. Сол сияқты жұмақтың кілті біз соңында жүруіміз керекпіз. Өйткені оларды жалпы негізі біз ата-анамызды дұрыс оқымаймыз ғой. Мына бәріміздің анамыз бар. Мен мына Ақжар-екіде тұрамын. Қыстың күні аулаға қар түседі. Сол кезде қарат отқан кезде бір кішкене бір 5 минут үйге жылынып алайын дейсің ғой енді, тоңғасын. Сөйтіп үйге келсең, қазір 5 минут жылынып алайын, қазір тағы да қарадам десең, сонда анам айтады, ар жақта отырып, естіп отырады сөзін. Жүннәске тоқып берейін бе дейді. Сонда да сіздің 5 минут тоңуыңызға олардың мейірімділіктері рұқсат бермейді екен де. Қарын ашса қалай болады? Ана сөздің басында да айтуды ұмытып кеттік. Негізі осы ана бала үшін тамақтанады ғой негізі. Яғни қадірі деген болса да жалпы ата-ананың қадірі. Әрдайым сіз оның ойындасыз, жүрегіндесіз. Қазақ айтады ғой, ананың көңілі балада дейді. Баланың көңілі далада. Сол баланың көңілі далада болғандықтан Құран қайта-қайта ескертіп отыр да, ата-анаға құрмет көрсету, ата-анаға жекімеу, оның көңілін табу, туф қойш деген сөздердің үлкен бір олардың жүрегіне соққы екендігін көрсетіп отыр да. Сондықтан тіпті ол сіздің мына жеген тамағыңыздың өзінен олар өздері рахаттанып отырады. Ауылдан анам жаңа қаймаққа келген кезде, немерелерін ортасына қойған кезде, мен өзім көзім қиығыммен қарап отырамын. Өз жемеген тамақ енді, жаңа өзі тілі бар анамның, свежий жаңа тартып әкелдім дейді, жей қойыңдар дейді. Соны таласып жеп жатсақ, өзі қарап отырады артынан, соған рахаттанып отырады. Сондай да ол кісілер бір шамалы бір сөз таба алмаймыз да бір не істеуге. Түсінікті. Осындай қызық, ғажап оқиғамен, тағылымы мол оқиғамен бүгінгі бағдарламамызды аяқтасақ, уақыт бөліп арнамызға сұхбат бергеніңіз үшін көптен көп рахмет. Бізде мейман болған Ақтөбе облыстық орталық Нұр Ғасыр мешітінің азаншысы Жарасхан Әбдісаламов. Ал дін және дәстүр хабарының бүгінгі шығарылымы осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар.